Оқушылар, олай болса сабағымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қаңлылар біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда қазіргі оңтүстік Қазақстан жері, яғни Сырдария өзен бойында мекен еткен ежелгі мемлекет. Қаңлы мемлекетінің басқару жүйесіне тоқталатын болсақ, Қаңлы мемлекетінің басында ұлы билеуші хан тұрды. Қытай деректерінде ол Ван деп аталады. Билеуші мемлекетті ішкі және сыртқы саясатын басқарды. Әскерді басқарды және алым-салық жүйесін қадағалады. Мемлекет бірнеше иеліктерге бөлінді. Әр аймақты кіші билеушілер басқарды. Олар ханға тәуелді болды және салық төлеп отырды. Бұл орталықтанған басқару жүйесінің болғанын көрсетеді. Ал енді Қаңлы мемлекетінің әлеуметтік құрылымына келіп тоқталсақ, Қаңлы қоғамы бірнеше әлеуметтік топтан тұрды. Бірінші ақсүйектер. Олар билікке жақын, әскери қолбасшылар және рубасылар болды. Екінші жауынгерлер. Қаңлы әскері 120 мыңға дейін жеткені Қытай жылнамаларында айтылады. Әскер мемлекеттің күшін көрсететін басты фактор болды. Үшінші, қарапайым халық. Олар егіншілікпен, мал шаруашылығымен айналысты және қолөнермен. Археологиялық деректер, әсіресе жетіасар мәдениеті қалалары тұрақты отырықшы өмірдің болғанын дәлелдейді. Құрметті оқушылар, енді сіздерге Қаңлы қаласындағы қарапайым шаруа қолөнершінің бір күні қалай өтеді, сонымен көрсетіп таныстырғым келеді. Мен Қаңлы қоғамындағы ең қарапайым қолөнершімін және менің бір күнімнен үзінді. Өзімнің шеберханамның есігін ашқан сәттен бастап, әдемі қыш құмыралар жасауды бастаймын. Қыш құмыра жасауда қолданатын нәрсем бұл сазбалшық. Сазбалшықтың көмегімен қыш құмыраның келбетін салып сұлбасын, оны әсемдеп безендіріп, пеште күйдіремін. Осылайша менде керамикалық әдемі ыдыс шығады. Мен өзімнің кәсібімді өте қатты жақсы көремін. Қаңлы мемлекеті халықаралық қатынастарда маңызды рөл атқарды. Олар ежелгі Қытай мемлекетімен дипломатиялық байланыс орнатқан. Бұл туралы Ханьшуй жылнамаларында жазылған. Қаңлылар Ұлы Жібек жолы бойында орналасып, сауда арқылы экономикалық күшті мемлекетке айналды.